үйдегі бар заттармен ешқандай сарымай, жұмыртқа қоспай өте дәмді болып шығатын печеньелер дайындайтын боламыз. Ең алдымен шоколадный печеньені дайындаймыз. Бізге ол үшін ұн және де какао қажет болады. Какаомызды, қантымызды қосып, жақсылап барлығын бірдей масса болғанша араластырып алатын боламыз. Содан соң 2 шай қасық разрыхителімізді қосамыз және де оны да дәл солай бірдей масса болғанша жақсылап араластырып алатын боламыз. Ал енді кішкентай стаканымызға 1 шай қасық кофемізді салып дайындап алатын боламыз. Достар, егер де сіздерде кофе болмаған жағдайда кәдімгі су қоссаңыздар да болады. Кофенің дәмі ешқандай да сезілмейді. Мен кофені ерекше әдемі қара түс беру үшін қолдандым. Иіссіз сұйық майымызды қосып, барлығын бірдей масса болғанша араластырып алатын боламыз. Және де қолдың көмегімен жұмсақ қолға жабысатын қамыр илеп алатын боламыз. Артық ұн қажет етілмейді. Мен барлығын тараздың көмегінсіз үйдегі миллиграмм жазылған ыдыстармен өлшеп дайындадым және де қасықтармен өлшеп дайындадым. Ешқандай таразы қажет етпейді. Сіздерге де дәл солай жазып қалдыратын боламын. Мінекей осындай греческий жаңғақтың көлеміндей етіп домалақ форма беріп, алдын ала духовкамызды 180 градусқа қыздырып қоятын боламыз. Мінекей духовкамызға 10-15 минутқа салып пісіріп алатын боламыз. Осындай әдемі болып пісіп шықты, өте дәмді. Жұмыртқа май қоспасақ та үгітіліп өте дәмді болып шықты. Ал енді екінші печеньемізді дайындаймыз. Үйде желінбей қалып кеткен кез келген вареньені қолдансаңыздар болады. Вареньемізді және сұйық майымызды қосып, бірдей масса болғанша араластырып алатын боламыз. Мен клубничный вареньені қолдандым. Ұнымызды қосамыз және де ұнымыздың үстінен разрыхителімізді қосып, барлығын бірдей масса болғанша араластырып алатын боламыз. Ұнымыздың екінші бөлігін қосып, жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Достар, кез келген варенье қолдануға болады. Клубничный варенье қолдану міндетті емес. Печеньеге ешқандай қант қосылмайды, себебі вареньенің қантының өзі жеткілікті. Егер де сіздің вареньеңіздің қанты аз болатын болса, онда қант қоссаңыз болады. Бұл печеньемізде дәл солай қолдың көмегімен грек жаңғағының көлеміндей етіп, домалақша форма беріп, жасап шығатын боламыз. Алдын ала духовкамызды 180 градусқа қыздырып, 10 минуттың ішінде пісіріп алатын боламыз. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Өте қолжетімді, үй жағдайында жасалатын рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Мінекей печеньеміз дайын болды. Қазір ыстық болып тұр, сонда да сіздерге бөліп көрсетейін. Ортасы жұп-жұмсақ, сырты қытырлақ болып пісіп шықты. Достар, үй жағдайында балаларыңызға осындай өте қолжетімді және де маргаринсіз, зиянсыз печеньелер дайындап беріңіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздің балаларыңызға ұнайтынына өте сенімдімін. Жасап жатсаңыз ас болсын.